Сіз әлемде бір ғана тұрғыны бар қаланың барын білетін бе едіңіз? Немесе қасиетті Граалдың қай қалада сақталғанынан хабарыңыз бар ма? Ендеше әлемдегі ерекше қалалармен таныс болайық. Слап Сити. Тізімді Калифорниядағы кішкентай қалашықтан бастайық. Бұл қаланың ерекшелігі тұрғын үйлердің жоқтығы. Тұрғындар бірыңғай керуендерде, яғни автоүйлерде өмір сүреді. Сол үшін де Слап Сити трейлерлер қаласы атанып кеткен. Тұрғындардың ерекше таңдауының себебі қаржы. Тұрғындар жеке үйлерге шамалары жетпеген соң, осындай қалыптағы өмірге көшкен. Сондықтан қаладан хиппилер мен суретшілерді көптеп кездестіре аласыз. Қалашық Америкадағы заңның күші жүрмейтін соңғы қалалардың біріне айналған. Заңмен қоса, бұл қалада су құбырлары мен электр жарығы да жоқ. Монови. Американың Небраска қаласы бұл тізімнен жалғыз тұрғыны болғаны үшін орын алды. Монови Элси Эйлер атты тұрғыны бар бір түрлі қала. Қалада кішкентай дүңгіршек пен кітапхана бар. Олар әлбетте Элси ханымның қарауында. Теймстоун. Бір қарағанда айтарлықтай ерекшелігі жоқ. Машиналарға толы қызыл дүңгіршекті ағылшын қаласы болып табылатын Теймстоунның ерекшелігі де оның ағылшын қаласы болғанында. Бірақ қала Қытайдың Шанхай қаласының бір шетінде орналасқан. Лонгербейен. Норвегияның кішкентай қаласы. 1800 адамдық қаладағы жұмыс көзі көмір өндіру. Фалер аюлары қала көшелерінде емін-еркін жүре береді. Өйткені бұл қаланың ескі тұрғындары, ал адамдар қонақтар. Жоқ, менің айтқым келген ерекшелік бұл емес. Қалада қайтыс болған адамдарды жерлеуге рұқсат етпейді. Бұл заң және ерекшелік те осында. Бұған себепті климатпен байланыстырады. Қаладағы перманент салқын температура әсерінен дене жерге бейімделмейді екен. Сетеньел де лас Бодегас. Испания оңтүстігіндегі қала. Қалада ақ түс ерекше көп. Дегенмен басты ерекшелік қаланың жоғарғы бөлігіндегі жартаста. Аспанға қарағаныңызда тау сізге құлап келе жатқандай әсер береді. Сетеньелді халық тау қаласы деп те атайды. Қала бірнеше миллион жылдық базальт тау.